Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін арнама тағы да жасалуы ерекше, құрамы өзгеше, өте дәмді ыстық тағамның рецептімен толықтырғым келіп отыр. Қандай тағам екенін білу үшін видеоны соңына дейін қарап, жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Алдымен көкөністерді жуып, тазалап, 4-5 етіп турап, үлкендеу ыдысымызға саламыз. Үстіне тартылған сиыр етін қосып, фаршты, татымына қарай қара бұрыш мен тұзын қосып, тағамымыз сочный болу үшін 1 стакан салқын су құйып, әбден араластырып қоя тұрамыз. Оған дейін ыдысымызға ұнды салып, татымына қарай тұзын, 1 жұмыртқаны және салқын суға орташа тығыздықтағы қамырымызды илеп 15 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін арасына ұнды сеуіп отырып, жұп-жұқа етіп жайып алып, оқтаудың көмегімен осындай гармошка етіп аламыз. Енді нанымызды жаямыз, гармошка нанымызды, жұп-жұқа көріп тұрғандарыңыздай. Енді ортасын пышақпен 2 бөлікке бөлеміз. 2 бөлікке бөліп аламыз. Енді жаңағы дайындап қойған салмамызды салып, қолымыздың көмегімен барлығын 2 жағын жайып, енді ортасын қолымыздың көмегімен бүріп аламыз. Барлығын осылай бір келкетіп бүріп алғаннан кейін, барлығы дайын тұр. Енді пышақтың көмегімен осылай кесіп, мантаварканың ыдысына, астына түбіне сұйық майдан жағып, осылай барлығын әдемілеп салып шығамыз. Оған дейін мантаварканың кастрөліне суымызды құйып, қайнатып қоямыз. Баяу отта 45 минут қойсаңыз, өте дәмді, сочный осындай ыстық тағам шығады. Үстіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі подлива қоссаңыздар болады. Тағамымыз дайын, ас болсын.